الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Бүгін Алла қаласа біз Қатруннада ва Баллу Суда атты кітабымыздың 9-шы сабағын өтеміз. Бұған дейін 8 сабақ бойы біз араб тіліндегі сөздер, калима деген нәрсемен айналыстық, яғни зат есімдерді алдық, олардың мұғраб мәбни түрлерін талқыладық, одан кейін етістіктерді алдық, одан кейін харфтарды алдық. Енді бүгін біз Алла қаласа сөйлем деген нәрсеге кіреміз. Әжрумияны өткен кезде біз осыған бірден кірген болсақ, ал Қатруннада да бұл біраз сабақтан кейін барып кіреді. Әл-каламу лабзун муфид. Ибн Хишамның айтуы бойынша калам дегеніміз ол лабзун муфид. Ибн Аджуррумның айтуы бойынша әл-каламу хуа лабзул мураккабул муфиду бил вада. Ол жақта 4 нәрсе болса, Ибн Хишам осылай қысқа ғана айтады: лабз және муфид. Енді мынау мәтіні, сосын төмен қарай шархы. Бірақ бұны оқымас бұрын біздің дайындаған парақтарымызға көз жүгіртейік. Әл-калам дегеніміз тілдегі мағынасы біз әжрумияда алдық. Күллу ма тахсулу бисабабихи фаида. Қандай да бір толымды, түсінікті, пайдалы бір мәлімет беретін кез келген тіркес бізде калам деп аталады, бұл тілде. Ал наху ғалымдары калам дегенде истилахан, яғни терминдік жағынан былай дейді: лабзун муфид дейді. Бұл Ибн Хишамның түсіндірмесі. Лабзун муфид. Ибн Аджуррум мураккабун сосын бил вадъи деген екі сөзді қосқан болатын, бірақ Ибн Хишам айтады, ол екі тіркесті қосудың қажеті жоқ, өйткені мынау муфид дегеннің ішіне бәрі де кіріп тұр дейді. Сол себепті ол былай дейді: әл-каламу хуа лабзул муфид дейді. Лабз дегеніміз өткен дәрселерде біз алдық, әжрумияда да алдық, өткен осы калиманы түсіндірген кезде де алдық. Лабз дегеніміз ол екі нәрседен тұратын нәрсе. Біріншісі ол дыбыс, ауыздан шыққан дыбыс, екіншісі ол араб әріптерінен құралған сөз болу керек. То есть кез келген дыбыс емес, немесе басқа бір тілден кірген сөздер емес, именно дыбыс ауыздан шыққан және де арабтың әріптерінен құралған болу керек. Мысалы, дәйз және зәйд деген сияқты, осы екі шарты орындалған кезде ғана ол лабз деп аталады. Мысалы, сіз есік қағып кіруге бола ма деп есік қақсаңыз, ол лабзға жатпайды. Ол саут, есік қақсаңыз, бірақ та ол әріптер ішінде болмағандықтан ол бізде калам болмайды. Екінші каламның шарты ол муфид болу керек. Муфид дегеніміз яхсуну сукутул мутакаллими алейхи. Сөйлеп тұрған адам сол жерден тоқтай алу керек. Вала ябқа самиу мунтазиран ли шейин ахар. Ал тыңдайтын адам ары қарай ешнәрсе күтпеу керек. Міне соны калам муфид деп атайды. Мысалы, Мухаммадун катибун, жаа Ахмаду хадара деген сияқты сөздер. Мысалы, хадара дегеніміз бір-ақ ғана сөзден тұр, бірақ бұл сөйлем, өйткені бұның ішінде хуа деген фаилі жасырын жатыр. Енді біз қандай наху кітабын алып оқып қарайтын болсақ, мысалы, ол жақта бізде обычно калам дейді да, екі-ақ мысал келтіреді ылғида, байқаған болсаңыздар. Мысалы, Мухаммадун жалис деп бір мысал келтіреді, сосын катаба Мухаммад деп бір мысал келтіреді. Осыны көрген шәкірттердің көбісі ойлап қалады, то что араб тіліндегі ең кішкентай сөз сөйлем, то есть екі-ақ нәрседен тұруы мүмкін. То есть зат есім мен зат есім, немесе зат есім мен етістік деген сияқты сөйтіп ойлап қалады, То есть мысалы, Мухаммадун жалис десе жүмлә исмия дейді, сосын катаба Мухаммад деген жүмлә фиалия деп осылай ғана өтіп кетіп жүрдік. Осы тұста Ибн Хишам бізге бір жақсы бір мәлімет беріп жатыр. То что мынандай мысалдар келтіру арқылы араб тіліндегі ең қысқа деген сөйлемдер осылар болуы мүмкін, бұдан басқа болуы мүмкін емес. То есть бұдан қысқа калам болмайды деген сияқты келтіріп жатыр. Және де бұны сіздер үйреніп біліп алсаңыздар, өздеріңіз үшін көп пайдалы болады. Араб тілінде калам, сөйлем құралатын ең қысқа, ең кішкентай болып құралатын түрлері 6 болады екен. 6. Біріншісі, калам екі зат есімнен тұруы мүмкін. Екі зат есімнен тұруы мүмкін. Ол енді ең өзіміздің бұрыннан үйреніп қалған нәрсеміз мубтада мен хабар болуы мүмкін. Мубтада хабар болды, ол уже калам болады. Мысалы, Мухаммадун жалис деген сияқты. Мұхаммед отыр десең, бұл уже калам. Кейде мубтада одан кейін хабар емес, бірақ та фаил келеді, ол фаил хабардың қызметін атқарады. Мубтада фаил садда масаддал хабар. Яғни хабардың орнына келіп тұрып алған фаил. Мубтада мен фаил. Бірақ та біз мубтада мен фаил деп айтпаймыз ешқашан. Біз ылғида мубтада хабар деп айтуымыз керекпіз. Ал енді сен хабар деп айта алмайсың, сен ол жерде фаил дейсің, сосын садда масаддал хабар деп айтасың. Мысалы, ақаимун әл-алиман, екі ғалым түрегеп тұр ма деп айтқан кезде, мынау сұраулы сөйлем, сонда қаим дегеніміз мубтада болады, әл-алимани бұл бізде фаил болады. Мынау қаимның фаилі, түрегеп тұру деген етістіктің мағынасында етістік бар, соның етістіктің фаилі болады бұл. Бірақ та біз мубтадан айтқаннан кейін міндетті түрде хабар болу керек. Сол үшін айтамыз: қаим мубтада, әл-алимани фаилун садда масаддал хабар болады. Түсіндіңіздер ғой? Мынаны сіздер басқаша иғраптай алмайсыздар. Сол үшін Ибн Хишам осыны келтіріп кетіп жатыр бізге. Мысалы, сіздер мынаны
хабар мынаны мубтада деп алатын болсаңыздар, мысалы ал-алимани мубтада деп алсаң, мынаны хабар деп айтайын десең, екеуі бір-біріне сәйкес келіп тұрған жоқ. Мынау екілік түрде тұр, мынау жекеше тұр. Олай болмайды. Мубтада мен хабар ылғида жекеше болса жекеше, екілік болса екілік, көпше болса көпше болу керек. Сол себепті мына жердегі мынау алиманың басқа иғрабы жоқ. Бұл жерде ол тек қана фаил сәдда мәсәддәл хабар болады. Ал қаим деген сөзіміз кәдімгі яқуму деген етістік сияқты мағынаны білдіріп тұр. Кез келген исмул муштақ, иә, маздардан өзге жаңағы етістіктен туындайтын кез келген исмул муштақтар, олар етістіктің қызметін атқарады деп біз бұрын әжірмеде өткенбіз. Міне соның нәрсесі, біз бұны иншалла болашақта тағы да талқылаймыз. Бірақ жалпы Ибн Хишам айтып кетіп жатыр, то что осылайынан келген кезде мынауымыз біздің фаил сәдда мәсәддәл хабар болады дейді. Осылай екі ақ сөзден құралып тұр дейді. Енді мынау ә дегеніміз бұл сұрау сөз. Бұл бізде ла махалла лаху минал иғраб. Немесе анаимун ит-туллаб, я студенттер ұйықтап жатыр ма деген кезде мынау наимун мубтада, ат-туллаб фаил сәдда мәсәддәл хабар дейді. Міне осылайынан екінші түрі бұл. Кейде екі зат есім ол бізде мубтада, сосын наибул фаил сәдда мәсәддәл хабар болады дейді. То есть хабардың орнын басып алған наибул фаил болып келуі мүмкін дейді. Мысалы мадрубун ал-валадан, екі бала ұрылды ма деген кезде мадрубун мубтада, ал-валадани бұл фаил, наибул фаил мынаның сәдда мәсәддәл хабар болады дейді. Сосын төртіншісі екі зат есімнен тұратын, ол бізде хайхат ан-наджаху, я. Хайхата дегеніміз исмул фи'л, біз білеміз. Исмул фи'л дегеніміз құрамында етістіктің мағынасы бар, бірақ та ол зат есім сөздер. Құрамында етістіктің мағынасы бар, бірақ та зат есім сөздер. Мысалы, хайхата дегеніміз алыстады деген мағына білдіреді. Алыстады, ан-наджаху дегеніміз жетістік. Сонда мынаны енді біз қазақша аударған кезде жетістік алыстады деп айтпаймыз. Жетістік қайдан болсын деген сияқты сондай бұл жерде мағына жатады бұның ішінде. Бірақ та бұл бізде мынауымыз хайхатамыз исмул фи'л мәбни, сосын ан-наджаху бұл бізде бұл фаил болады. Исмул фи'л және фаил. Бірақ екеуде де зат есім, мынауда да зат есім, мынауда да зат есім. Міне осы төрт түрлі зат есім осылайынан екеу ғана келіп бір сөйлем құрайды бізде. То есть бізде кәләмнің ең кішкентай түрі міне осылайдан екі зат есімнен тұруы мүмкін. Бұл біріншісі. Екіншісі, кейде ол етістік және зат есімнен тұруы мүмкін. Мысалы, фи'л және фаил деген сияқты. Біз бұны білеміз. Мысалы, катаба Мухаммад десең, мынау фи'л, мынау фаил. Немесе фи'л және наибул фаил болуы мүмкін. Мысалы, фухима дарсу, сабақ түсінілді деген кезде етістік, зат есім. Осы екі нәрсе ең кішкентай сөйлемнің құрылысы. То есть сөйлем осындай ең кішкентай болып келетіні, ең осылай екі зат есімнен тұрады, немесе етістік және зат есімнен тұруы мүмкін. Наху кітаптарында көбінесе кәләм деп айтқан кезде мынау мысалды ғана келтіре салады, сосын мынау мысалды ғана келтіре салады. Неге? Өйткені біріншіден бастауыш деңгейдегі адам үшін мынаның барлығын айтып жату кішкене қиындау. Екіншіден осы екі-ақ мысалмен келтірсе де принципе уже барлығы қамтылып тұр деп, сол себепті осылай екі мысал келтіріледі. Бірақ Ибн Хишам осылай бізге ашып көрсетіп жатыр. Мынау қазір мен сіздерге көрсетіп жатқан 6 не сөйлемдердің құрылу түрі, бұл құрметті бауырлар ең кішкентай болуы мүмкін сөйлемдер. Бұдан кішкентай бола алмайды сөйлемдер деген сөз. Және ең кішкентай болуы мүмкіннің барлығының мысалдар келтіріп жатыр. Түсіндіңіздер ғой? Келесі үшінші түрі сөйлемдердің ол етістік және екі зат есімнен тұруы мүмкін. Ол көбінесе кәна ва ахаватухада болады. Мысалы, кәна дарсу мумтиан. Мынау үшеуі міндетті түрде болу керек. Біреуінсіз сөйлем толық болмайды. Кәна дарсу деп қоя сала алмайсың. Сол себепті кәна дарсу мумтиан, сабақ қызықты болды деген кезде мынау үшеуі де міндетті түрде қатысу керек. Сол үшін бұны етістік және екі зат есімнен құралған сөйлем деп атайды. Мынауыңыз сіздің кәна дарсу мумтианыңыз бен мынау катаба Мухаммад екеуі екі бөлек нәрсе. Өйткені мына жақта катаба Мухаммад фи'л фаил болды, сөйлем түсінікті, толық. Ал сен енді кәна дарсу десең, сабақ болды десең, сұрақ тұрады. Не болды? Мумтиан, қызықты болды деген кезде ғана уже сөйлем толды. Сол үшін бізде кәна және оның ахаваттары осылайынан үш сөзден кем дегенде құралу керек. Түсіндіңіздер ғой? Төртіншісі, бір етістік және үш зат есімнен тұруы мүмкін. Ол мысалы бізде зонна ва ахаватухада болады. Зонна ва ахаватуханы білеміз ғой? Мысалы, аъта ал-муаллиму, етістік, фаил, Мухаммадан Мұхаммедке, мұғалім Мұхаммедке берді. Нені? Кітапты. Міне осы кезде ғана сөйлем мағынасы толды. Осы төртеуі міндетті түрде қатысу керек. Өйткені бұның біреуі қатыспай қалса, сөйлеміңіз толық болмай қалады. Сол үшін бұл бізде бір етістік және үш зат есімнен тұратын ең қысқа кішкентай сөйлем осы міне. Аъта ал-муаллиму Мухаммадан китабан.
мұғалім Мұхаммедке кітапты берді деген сияқты. Немесе «Заннал мудиру ал-амила маридан». Не директор жұмыскерді науқас деп ойлады. Сол кезде мынау төртеуде де міндетті түрде қатысу керек. Қатыспаса сөйлем толмай тұрады. Түсіндіңіздер ғой? Бесінші түрі бір етістік және төрт зат есімнен тұрады. Бұдан қысқартып айтуға болмайды деген сияқты нәрсе. Бірақ бұл өте аз кездеседі, өте сирек. Мысалы, а'лама білдірді, әл-ұстаду ұстаз білдірді, зайдан зайдқа, амран амрдың, фадилан абзал екендігін дейді. То есть ұстаз зайдқа амрдың абзал екендігін білдірді. Мынау сөздердің барлығы міндетті түрде қатысу керек, құрметті бауырлар. Біреу қатыспай қалса, сөйлемнің мағынасы толық ашылмай қалады. Сол себепті Ибн Хишам осы мысалды келтіріп тұр. Және де ең соңғы алтыншысы, екі сөйлемнен тұрып бір сөйлем құрайды. То есть міндетті түрде екі сөйлем қатысу керек, онсыз болмайды деген сияқты. Бұл бізде ең ұзыны, былай айтқан кезде сөйлемдердің ең ұзыны осы. Ол бізде жумлату шарт, шартты білдіретін сөйлем, және оның жаза, және оның жазасы дейді. Міндетті түрде мына екеуі қатысу керек, онсыз сөйлем толық болмайды. Мысалы қараңыздар, ин дахалал муаллим деп тоқтап қалсам, ин дахалал муаллим сөйлем толық емес, көрдіңіз ба? Егер де мұғалім кірсе, міндетті түрде айтылу керек. Қумту, мен тұрамын орнымнан дейді. Немесе ин тузакир, егер сабағыңды қайталасаң, танжа, онда жетістікке жетесің деген сияқты. Түсіндіңіздер ғой? Осылайынан міне шарт пен жаза бұл екеуі бірігіп келіп бір сөйлем құрайды. Немесе жумлатул қасам уа жауабуху, немесе ант ететін сөйлемде міндетті түрде анттан кейін бір сөйлем тұру керек, онсыз болмайды. Мысалы сен уқсиму билла деп тоқтай салсаң, Алламен ант етемін. Не деген сияқты сұрақ тұрады. Сонда ла зайдун фахимун, шын мәнінде Зайд түсініп отыр деген сияқты. Немесе ухлифу билла, Алламен ант етемін, ла укриманнака, саған жомарттық жасаймын. Бұл мысалдар, құрметті бауырлар, бұл жаңа айтқанымыздай, қайттан тағы бір соңғы рет айтайын. Араб тіліндегі ең қысқа болуы мүмкін сөйлемдер. Бұдан қысқа болуы мүмкін емес. Ал енді неге біз мыналарды айтып тұрмыз, мынау мен жумлатайн, мыналар деген сияқты. Өйткені сіз мысалы жумлату шарттың жартысын айтатын болсаңыз, жартысы қатыспаса сөйлеміңіз толық болмайды. Жумлатул қасамның жартысын айтып, жартысын айтпасаңыз сөйлеміңіз толық болмайды. Мына жерде мысалы етістік сосын фиалмен бір ғана мафғул бихті айтатын болсаң, толық емес әлі. Тағы да керек бір нәрсе, өйткені сөйлем толық ашылмай тұр. Мысалы мына жақта то же самое, түсіндіңіздер ғой? Мынау келтіріп жатқан мысалдардың барлығы онысыз сөйлем толық деп саналмайды деген сияқты ең қысқа мысалдар сіздерге. Сол үшін сіздер енді болашақта уже білесіздер, грамматика өтіп отқан кезде мысалы айтса, әл-калам дегеніміз ол мысалы деп, Мұхаммад джалисун немесе катаба Мұхаммад деп қойса, сіз түсініп тұрасыз. Иә, бұл просто бастауыш деңгейдегі адамдарға осылай мысал келтіріп кеткен. Хотя каламның араб тіліндегі құралуы 6 түрлі болады. Екі зат есімнен тұруы мүмкін, етістікпен зат есімнен тұруы мүмкін, етістікпен екі есімнен тұруы мүмкін, ол кана ва ахаватухада. Етістікпен 3 есімнен тұруы мүмкін, ол зонна ва ахаватухада. Етістікпен 4 зат есімнен тұруы мүмкін, ол уже мынау а'лама және осыдан кейін. Сосын екі сөйлемден тұруы мүмкін. Екі сөйлем, то есть міндетті түрде мынау бір сөйлем болу үшін екі сөйлем болу керек деген сияқты. Ол шарттың сөйлемі және жазаның сөйлемі, немесе анттың сөйлемі және жауаптың сөйлемі деген сияқты. Енді құрметті бауырлар, осы тұста мынандай бір ескерту жасап кетіп жатырмын. То, что осы жоғарыда көрсетілген мынау 6 нәрсе, осы жоғарыда келтірген нәрселер сөйлемде умда деп аталады. Умда, негізгі тірек, онсыз сөйлем құралмайды деген сияқты негізгі тірек деп аталады бұлар. Ал енді бұдан басқа бізде наат деген бар, хал деген бар, тамиз, тағы басқа түрлі нәрселер өтеміз ғой, біз солардың барлығы фадла деп аталады. Естеріңізде болса, біз кезінде нааттың ережесін, тамиздің ережелерін өткен кезде фадла деген сөз қосып отырдық. Міне осы фадла деген осы. То есть бұл сөйлемдегі қосалқы, қосымша, немесе фадла деген артық деген сөз. Артық сөйлем мүшесі деген сөз. Умда дегеніміз негізгі сөйлем мүшесі. Қазақ тілде бұны тұрлаулы, тұрлаусыз деп бөліп жатады. Солайынан айтуға да болады, принципе, егер қазақ тілінің грамматикасын білсеңіздер. Умда дегеніміз тұрлаулы, анау дегеніміз тұрлаусыз деген сияқты. Ал енді қазақ тілінің грамматикасын білмей жататын болсаңыздар, өздеріңізге жеңіл түсіну үшін осылай біліңіздер. То, что мынау умда негізгі тірек. Сөйлемдер осыларсыз құралмайды деген сияқты тіректер бұл. Ал фадла деген осылардан басқасы. Осылардан басқасы. Демек, мубтада мен хабар ол бізде умда. Фи'л мен фа'ил умда. Фи'л мен наиб фа'ил умда. Түсіндіңіздер ғой? То есть негізгі тірек, онсыз сөйлем құралмайды деген сөз. Ал одан басқаның бәрі фадла. Тамиз, хал, наат, тағы басқа бәдәл, оның барлығы бізде фадла, артық. То есть онсыз сөйлем құрай беруге болады деген сияқты сөйлем мүшелері.
Енді ары қарай біз Ибн Хишам иғраб деген нәрсеге кіреді. Иғраб деген тілдік мағынасы, енді ол кісі кітапта айтпайды, біз оны просто өзіміз үшін айтамыз. Әл-баяну уәт-тағйир уәт-тахсин, біз бұны әжрүмеден білеміз. Мысалы, а'рабту амма фи нафси деген кезде мағынасы әбәнту, баяндадым, баяндау деген сөз мынау тілдегі мағынасы. Ішімдегі нәрсені баяндап ашып бердім. Немесе тағйир, өзгерту деген сияқты. Мысалы, арибат маидатул фарас, жылқының іші асқазан үшін бүлінді деген сияқты нәрсе. Сосын үшінші мағынасы тағы бар, тахсин деген, жақсы болу деген сияқты. Мысалы, жариятун аруб деген кезде жариятун хасна деген сөз. Жақсы қыз, жария деген қызметші қыз деген сияқты сондай мағына. Бұл тілдегі мағынасы. Иғраб деген сөз сондай мағыналар береді. Ал енді терминдегі мағынасы тағйир ахвали ауахир калимат, сөздердің соңдарының халдерінің өзгеруі. Не себепті? Бисабаби ихтилафил ауамили дахилати алейха. Алдынан келетін әртүрлі факторлардың себебінен. Мысалы, Мухаммадун, жаа Мухаммадун деп неге ун болып тұр, раайту Мухаммадан неге ән болып тұр, ол алдындағы амилге байланысты. Лавзан, ол жаңағы соңындағы өзгеріс көрініп тұруы мүмкін бізге, Мухаммадун, Мухаммадан, Мухаммадин деген сияқты. Ау тақдиран, немесе жасырын болуы мүмкін. Әл-фата, жаа әл-фата, раайту әл-фата, марарту бил-фата деген кезде үшіншіде фата болып соңы өзгермей тұр, бірақ тақдиран, оның жасырын түрде ол жақта негізі өзгеріс болып жатыр. Міне осы нәрсені иғраб деп атайды. Біз мынаған бүйтіп егжей-тегжей тоқтап жатқан жоқпыз, өйткені біз бұны әжрүмеде уже өткенбіз. Енді иғрабтың түрлері төртеу біз білеміз. Рафа, насып, жар және жазм. Мына екеуін көкпен берген себебім, бұл екеуі зат есім мен етістікте ортақ. Яғни, мысалы, Мухаммадун яктубу десең, міне зат есімнің рафа жағдайы, яктубу етістіктің рафа жағдайы. Насып жағдайын мысалы, инна Мухаммадан ол мансуб, лан яқума мансуб. То есть етістікте де, зат есімдерде де бізде рафа насып бола алады. Сосын жар деген кезде бұл тек қана зат есімге қатысты. Мысалы, валлахи деген кезде, Алла лафзул жалаліміз уаудың себебінен мәжрур болып тұр. Сосын жазм деген тек қана етістікте болады. Мысалы, лам яқум деген кезде мына соңында сукунды болуы бұл бізде етістіктің мәжзум екендігін білдіреді. Бұның бұл жерде көрініп тұрған иғраб болып жатыр бізде бұның барында. Бұны бізде иғрабун захир деп атайды. Иғрабун захир. Кейін бізде иғрабун муқаддар деген бар. Біз оның үшеуінде де айтып кеттік. Егер де сөздің соңы алифке аяқталса, ол иғрабун бұл жақта үш харакаттың үшеуі де көрінбейді деп айттық. Екіншісі, егер де сөзіміз біздің яға аяқталса, немесе уауға аяқталатын болса, онда насып жағдайында фатхасы көрінеді, қалған жағдайда иғрабы көрінбейді деп айттық. Және де үшіншісі, егер менің дегенді білдіретін и қосылса, ол жерде иғраб ешқашан көрінбейді деп айттық. Және мына жақта мысалы мана'a мин зухуриха та'аззур деп айтамыз, мына жақта мана'a мин зухуриха thiqal. Сосын менің деген кезде мана'a мин зухуриха ал-мунасаба деп айттық. Соған мысалдар мынау, мысалы яс'a марфу, Муса марфу, бірақ көрініп тұрған жоқ. Ямши al-qadi wa ustadi. Мынау яға мысалдар. Сосын лән яс'a Муса деген кезде мынау негізі мансуб болу керек. Ләннен кейін бірақ та көрінбей тұр. Муса деген кезде бұл фаил. Инна ustadi jalis. Мына жақта и деген кезде көрінбейді иғраб. Салламту аля Муса wal qadi wa ustadi деп мысалдар келтіріп қойдым просто. Бұның барын сіздер өзі білесіздер. Мынаның иғрабтарын да білесіздер, бұның соңында харакаттардың көрінбей тұрғанын да білесіздер. Сонымен қатар бізде ары қарай иғрабтың белгілері деген нәрсе бар. Біз бұнда өткенбіз. Мысалы аслия негізгі белгілері бар. Ол бізде дамма, фатха, кәсра, сукун. Осы төрт белгі бізде аслия деп аталады. Енді осы асли иғрабпен иғрабталатын сөздер бізде үшеу-ақ деп айттық. Ол бізде исм, муфрат, мунсариф, тәнуин қабылдайтын жекеше түрде тұрған зат есіміз бізде кәдімгі харакаттармен иғрабталады. Мысалы талибун, талибан, талибин деген сияқты. Жам'у таксир, мунсариф, олда да осылай үш харакатпен иғрабталады. Ақламун, ақламан, ақламин деген сияқты. Және де бізде фи'л мудари' осы келешек жетістігі сахихул ахир соңы сау болған кезде уалам яттасил биhi шай және еш нәрсе қосылмаған жағдайда олда да үш харакатпен иғрабталады. Яктубу, яктуба, яктуб деген сияқты. Ал фар'ия дегеніміз ол бізде мынау аслиядан бөлек басқа бір белгілермен иғрабталатын сөздер деген сөз. Мысалы, ваумен иғрабталады, алифпен және харфпен иғрабталады деген сияқты. Нунның құлап қалуы тағы басқа сондай. То есть басқа бір иғрабтармен иғрабталатын сөздер бізде олар мыналар асмау ситта, негізі асмаул хамса, бірақ та Ибн Хишам асмау ситта деп оқытады. Қазір біз оны түсіндіреміз иншалла. Сосын мутанна екілік түріндегі сөздер. Муаллимани, муаллимайни болып өзгереді бұлар. Мынау асмау ситта қалай? Абука, абака, абика болып өзгереді. Жам'у музаккар салим, ол бізде муслимуна, муслимина болып өзгеріп тұрады. Жам'у муаннас салим, мысалы муслиматун, муслиматин болып қана өзгереді. Ешқашан муслиматан болмайды.
исм гойр мунсариф, мамну мин ас-сарф, то есть оларда да бізде ахмаду, ахмада болып қана өзгереді. Ешқашан кәсіра қабылдамайды. Сосын фи'л мудари му'таллул ахира. Соңы әлсіз етістік осы келешегі валам яттасил биhi шей. Мысалы яхша, ярми деген сияқты етістіктер. Сосын барып аф'ал хамса бізде соңына вау, алиф немесе я қосылған етістіктер. Яктубуна, яктубани, тактубина деген сияқты осы 5 етістік. Міне осылардың бәрі бізде қосалқы иғраппен иғрапталады. Біз бұның бәрін әжірмеді талдағанбыз, иншалла, бірақ тағы да қосымша талдаймыз әлде. Ал мыналарымыз біздің аслы иғраппен иғрапталады. Харакатпен, яғни дамма, фатха, кәсра, сукунмен. Ал мыналар бізде әріптермен немесе харакаттармен иғрапталады, бірақ харакаттар кішкене басқаша келеді. Міне осыны i'раб фар'i деп атайды. Енді осы тұста мынау таблицаны тағы да берем, тағы да қарап көз жүгіртіп жаттап біз бұны жүрмеден бері білеміз. Міне исм муфрат мунсариф, міне даммамен, фатхамен, кәсрамен иғрапталады. Аслы иғрап. Одан кейін жамъ таксир мунсариф, аслы иғраппен иғрапталады тоже, міне дамма, фатха, кәсра. Сосын бізде міне фи'л мудари сахихул ахир, ва лам яттасил биhi шей, бұл да бізде 3 харакатпен иғрапталады. Дамма, фатха, кәсра, ай сукун. Ал қалған мынау қызылдан бөлек тұрғандардың барлығы бұлар фар'i иғраппен иғрапталады. Өйткені бүйтіп жақсылап көз жүгіртіп отыратын болсаңыздар, бір жерінде әйтеуір жасылмен емес қара түспен берілген жерін байқайсыздар. Мысалы қараңыздар, мамну мин ас-сарф, дамма, фатха, фатха болады міне. Мына жақта кәсра болу керек еді, фатха болып қалды деген сияқты. Сол үшін бұл фар'i иғрапталады деп айтамыз. Екілік түрі міне алиф, я міне мүлдем бірде бір харакат жоқ. Жам музаккар салим, вау, я бірде бір харакат жоқ. Жам муаннас салим, дамма, кәсра, кәсра. Мына жерде кәсра болып қалды. Негізі фатха болу керек еді, бірақ жам муаннас салим бізде фатха қабылдай алмайды. Одан кейін асмаул хамса, вау, алиф, я міне. Көрдіңіздер ғой, сосын барып соңы әлсіз әріп, дамма мұқаддара, фатха мұқаддара, хасфул илля болып иғрапталады екен. Сосын барып аф'ал хамса бізде міне субуту нун, хасфу нун болып иғрапталады. Міне осы нәрсе Ибн Хишамның айтып жатқан осы, то что үшеуі аслы иғрапталады, міне мынау үшеуі. Сосын қалғандардың бәрі фар'i иғрапталады. Фарғи деген сөз негізгі харакаттардан тыс басқа бір нәрсемен иғрапталады деген сөз. Енді Ибн Хишамның осы сөздерді бізге талдап түсіндірген кездегі бастаған біріншісі әл-асмаул ситта. Негізі біз бұны асмаул хамса деп айтқанбыз, өйткені мынау соңындағы ханука деген сөзді қоспайды. Көп жерде қоспайды. Ибн Хишам қосып кетіп жатыр. Бірақ жумхур арабтардың негізгі сөйлеу фусхасы бойынша бұны негізі басқаша сөйлеу керек. Қазір оны түсіндіремін сіздерге. Сол себепті бұны қоспай-ақ асмаул хамса деп айта беріңіздер. Асмаул ситта деп айту шарт емес, асмаул хамса деп айта беріңіздер. Ал-асмаул ситта бізде абука, әке, ахука, ағаң сенің, фука, сенің аузың, хамука, хамуки, кәдеп қопын, хамуки, сенің қайнатаң, қыз балаға айтылады бұл, хамуки, сенің қайнатаң. Өйткені ер адамға емес, бұл именно қыздарға айтылады, хамуки деп. Сосын зу мәл, мал иесі деген сияқты, ие дегенді білдіріп тұратын ол зу. Сосын ханука деген сөз, құрметті болар, бұл арабтар айтқан кезде күллі ма юстақбаху зикруху дейді. Айтуға аузың бармайтын кез келген жаман нәрсені ханун деп атайды. Айтуға аузы бармайтын кез келген жаман нәрсені ханун деп атайды. Сонымен қатар бізде бір хадистер келген, бұл сөздің жаман мағынада қолданылғаны бар. Енді ер адамның жаңағыдай ұятты жері деген сияқты арабтарда осылайда осы сөз қолданылады деп айтады, бірақ негізінен сіздер былай жаттап то что бұл айтуға ауыз бармайтын жаман сөз, в общем. Айтуға ауыз бармайтын кез келген жаман нәрсені хан деп атайды, хан. Біріншіден, бұл араб тілінде кездескендіктен біз осылай өтеміз, бірақ та біз бұны өмірімізде қолданбаймыз, және бұны қолданбай қойыңыздар. Сол себепті ол осылай тек білім ретінде қалсын, бірақ қолданыстың қажеті жоқ. Екіншіден, қазір өзіңізді көресіздер, что бұл асмаул ситта болуға жарамайды әлде. Енді осы асмаул хамсамыз біздің, немесе мынау аснаны қосып асмаул ситтамыз біздің ваумен рафа болып иғрапталады, насып кезінде алифпен иғрапталады, және жар кезінде ямен иғрапталады. Абука, абака, абика болып иғрапталады. Ахука, ахака, ахика болып иғрапталады. Қазір көреміз оны. Бірақ та шартмен. Бәріне ортақ 3 шарт бар. Біріншісі, бұлар жекеше тұру керек. Жамақ болып келмеу керек. Сол себепті мысалы ихуатун деп келетін болсаң, сен міндетті түрде бұл уже харакатпен иғраптайсың. Ихуатун. Абаун деп келетін болса, харакатпен иғраптайсың. Абуна деп келген бізде бар. Абуна, ахуна дегеннің жам музаккар салим болып келетіні бар. Бұл жерде олар жам музаккар салим сияқты иғрапталады. Абуна, абина болып иғрапталады. То есть бірінші шарты
бұлар көпше түрде келмеу керек. Көпше түрде келсе ол уже асмаул хамсада шығып кетеді да, олар кәдімгі зат есімдер сияқты иғрапталып кете береді харакатпен немесе мынандай немен жам музаккар сәлім сияқты иғрапталады. Бұлардың шарты жекеше тұру керек. Абука міне бір, сенің әкең, ахука сенің ағаң деген сияқты жекеше тұру болу керек. Екіншісі, бұлар мукаббара болу керек, яғни исм тасғир болмау керек, кішірейтілген формаға салынбаған болу керек. Сол себепті ухайюн, убайюн деген сияқты хумайюн деп егер кішірейтіп айтатын болсаңыз, ол уже кәдімгі харакаттармен иғрапталады, міне харакатпен иғрапталады. Бәрі сондай. Фәм деген сөзбен мынау екеуі бұл тіпті кішірейту формасын салынбайды деділер. Үшіншісі, бұлар міндетті түрде мудоф болу керек, және ол мудофы яул мутакалимнан басқа нәрсе болу керек, яул мутакалимға қосылмау керек деген сөз. Сол себепті мысалы жай ғана өзі тұратын болса, мысалы абун деп жай ғана өзі тұрса, ахун деп жай ғана өзі тұратын болса, бұлар кірмейді. Бұл уже асмаул хамса емес, бұл кәдімгідей иғрапталады. Мысалы хада абун десең, хада мубтада, абун хабар болып иғрапталды. Ва аламат рафихи аддамма болып қалады. Немесе менің деген сияқты и қосып қоятын болсаң, ол кәдімгідей қалами деген сияқты иғрапталады. Мактабати, китаби деген сияқты тура осылай иғрапталады. Түсіндіңіздер ғой? Демек, міне осы үш шарты орындалу керек бұлардың барлығында. Сосын фәм деген сөздің өзінде жеке бір шарты бар, ол фи калимат фука, фу деген сөзіміз біздің мим болмау керек ол жерде. Фәм деген ол мим болмау керек дейді. Сол кезде ғана бұл иғрапталады. Жаңағыдай, мысалы сіз фәмука деп айтсаңыз, фәмука, ол асмаул хамса емес. Фука десең ғана асмаул хамса. Кейін зу деген сөзде бізде ол сахиб деген мағынамен келу керек. Сахиб. Және де екіншісі, бұдан кейінгі, зудан кейінгі тұратын сөзіміз біздің исм джинс захир болу керек. Бізде зат есімдеріміз екіге бөлінеді, білеміз, иә? Зат ғана білдіріп тұрады. Маздарлар осыған кіреді, зат. Мысалы, қалам десең, күн десең, ер адам десең, тағы басқа бұның бәрі зат деп аталады. Екіншісі мағына болуы мүмкін, тек қана. Махаббат, реніш, ашу деген сияқты. Үшіншісі, затпен мағына қатар келуі мүмкін. Ол бізде уже муштаққаттар, затпен мағына. Мынаны міне исм джинс деп атайды. Исм джинс деген осы зат немесе мағыналарны білдіріп тұрса сөз, ол исм джинс болады. Сонда мынау зу деген сөзден кейін дейді, не зат немесе мағына ғана тұру керек дейді. Мысалы, зу қалам, мысалы мағына, зу махабба деген сияқты сондай. Ал мынаны затпен мағына қосылып келгенде бұны уасф деп атайды. Зудан кейін бұл уасф келе алмайды, в общем. Зу деген сөзден кейін мынау келе алмайды. Мысалы, зу алим деп айтылмаймыз. Зу мучтахид деп айтылмаймыз. Міндетті түрде біз тек қана зу қалам, зу валад, зу китаб деп айтыламыз, немесе зу махабба, зу ғадаб, зу осындай мағыналарды айтыламыз, зу хуб деген сияқты. Бірақ зу екеуін қосылып алим деген сияқты, мучтахид деген оны айтылмайды одан кейін. Зудан кейін исмул джинс захир болу керек. Енді осы тұста бізде асмаул ситтаға немесе асмаул хамсаға қатысты бір қызықты бір мәлімет бар. Бұл 6 сөзді сөйлеуде 3 түрлі тәсіл бар. То есть 3 түрлі тіл бар. Арабтардың өзара 3 түрлі сөйлеген, то есть былайша айтқан кезде. Бірақ та біз мынаумен сөйлейміз, біріншісімен сөйлейміз, мынау екеуі білу үшін біліп жүріңіздер, бірақ та бұлай бар екенін біліңіздер. Бірақ та біз тек қана мынаумен сөйлейміз. Біріншісі луғату тамам деп аталады. Толыққанды дұрыс тіл деген сөз. Мысалы, жаа абука, раайту абака, салламту аля абика деп осылай ваумен, алифпен, ямен иғраптауда луғату тамам деп атайды. Толыққанды дұрыс сөйлеу тілі деген сөз. Екіншісі бар, ол бізде луғату нақс. Нақс деген сөз мынаны нақс қылдырып, кемшін қылдырып сөйлеу. Арабтардың кейбіреулері осылай сөйлеген, бірақ біз бұлай сөйлемейміз. Бірақ біз білеміз, дұрыс арабтарда осындай болған. Мысалы, жаа абука, раайту абака, салламту аля абика деп осылай сөйлеген. Бұны луғату нақс деп атайды. Сосын үшінші түрі бар, ол бізде луғатул қаср, яғни соңын мақсур, исмул мақсур, фатака, асака деген сияқты қалдырады бәр кезде. Мысалы, жаа абака, раайту абака, салламту аля абака деп осылай айтады. Бұны луғатул қаср дейді, яғни сөздің соңын исм мақсур қылдырып жасау дейді. Мынаны иғраптаған кезде, мысалы, абака фаил марфу вала мутрафихи аддамма неяқта әл-мұқаддара болады. Аля аба манаа мин зухуриха тааззур деп осылай иғрапталады кәдімгідей. Мынау екеуі аз кездеседі, кейбір арабтар айтқан, бірақ біз өйтіп айта алмаймыз. Түсіндіңіздер ғой? Біз мынаумен сөйлейміз, луғату тамаммен сөйлейміз. Енді Ибн Хишам осы нәрсені, жаңа Мұхаммад Мухиддин осы нәрсені бізге айтып кетіп жатыр.
Неге? Өйткені мынау хан деген сөз, құрметті бауырлар, жаңағы бұл al-afsah fiha, фусха бойынша дұрысырақ сөйлеуі, бұны луғатун нақспен сөйлеу керек дейді. Міне калимат хан al-afsаху fiha луғатун нақс. Хан деген сөзді дұрысырақ болады егер де біз оны мынау луғатун нақспен сөйлесек дейді. Мынаумен сөйлейтін болсақ, сол дұрысырақ. Мысалы ханука, ханака, ханика деп айтқан дұрысырақ дейді. Түсіндіңіздер ғой? Осы үшін кейбір ғалымдар бұны асмаул хамсаға жатқызбайды. Өйткені бұл ханука, ханака, ханика деп айтқан дұрысырақ. Ал бірақ та кейбір арабтар бұны ханука, ханака, ханика деп сөйлегені үшін асмау ситтаға кейбір ғалымдар жатқызады. Кейбір арабтар былайына сөйлегені үшін ғалымдар жатқызады. Енді 90 сөздің тобықтай түйіні. Сіздер хан деген сөздің кейбір ғалымдар жатқызатынын біліңіздер, бірақ та өздеріңіз асмаул хамса деп айта беріңіздер. Сол дұрысырақ, асмаул хамса. Түсіндіңіздер ғой? Енді осының барлығын кітаптан оқиық. Ал-каламу лабзун муфид дейді. Калам дегеніміз ол лабз және муфид дейді. Шарх. Ламма анхайтул қаула фил калима, сөздерді талдау деген нәрсені бітірген кезде, аяқтағаннан кейін, ва ақсамиха талата, оның үш түрін айтқаннан кейін, шарату фи тафсирил калам. Енді калам деген нәрсені түсіндіруге кірістім дейді. Фазакарту аннаху ибаратун анил лабзи ал-муфид дейді. Енді ол дегеніміз, калам дегеніміз ол ибаратун ан, ол дегеніміз лабз муфид екендігін айтып кеттім дейді. Ва нағни бил лабз, лабз деген жерде біз меңзейміз нені? Ас-саут ал-муштамила ала бa'д al-хуруф, ау ма хуа фи қувати залика. Ол жаңағыдай әріптерден тұратын дыбыс, немесе соның қуатындағы, соның несіндегі нәрсе, то есть дыбыс болмауы да мүмкін, айтылмауы мүмкін, бірақ та айтылып тұрған сияқты болады дейді. Мысалы, ал-ауал біріншісі раджул десең, фарас десең, бұл кәдімгідей әріптерден құралған дыбыс болып тұр. Екінші уәттәни дегеніміз, соның ау ма фи қувати залика деген сөз, соның қуатындағы нәрсе ол бізде дамир мустатир, жасырын тұрған дамирлер. Мысалы сен идриб деген кезде идриб. Бірақ қана сөз айтып тұрсың ғой, бірақ та ішінде дамир жатыр. Соны айтып жатыр бұл кісі. То есть ол айтылып тұрған жоқ, бірақ айтылып тұрған сияқты дейді. Мысалы идриб. Идхаб деген кезде осы жерде ал-муқаддару би қаулика анта. Сен сол кезде анта деген сөзді жасырып айтып тұрсың дейді. Міне осыны айтып тұр. Демек Ибн Хишамның айтуы бойынша лабз дегеніміз дейді, ауызбен айтылып тұрған әріптерден құралған кәдімгі бір сөз, немесе сөйтіп айтылып тұрған сияқты бір сөз дейді. Осы соны айтып жатыр. Соған мысалдар келтіріп тұр міне. Ванағни бил муфид, енді муфид деген мағынасы дейді, ма ясиххул иктифау бихи. Сонымен тоқтауға болатын кез келген сөйлем, тіркес. Сонымен тоқтауға, міне ма ясиххул иктифау бихи. Сонымен тоқтауға болатын кез келген тіркес. Мысалы, қама зайдун калам, лианнаху лавзун ясиххул иктифау бихи. Өйткені бұл лавз, ауызбен айтып тұрған сөз, ясиххул иктифау бихи. Бұлай тоқтауға болады. Мысалы, қама зайд, зайд түрегелді десең, түсінікті дейді. وإذا كتبت عليك دسز بيتب جاس بوسن ديدا زائد قائم دسين مثلا فليس بكلام بل كلام مستيدا نيجي لأنه وإن صح الاكتفاء به بلاي آيتب توقتوغا بولاتن بولغان مندي لكنه ليس بلفظ بل أوز بين آيتب تران جوق ديدا بل جازلب تر ديدا جازلب تران ناسي عرب تردا كلام قجات بيت قرمت بولار وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود إذا دسز بلوغي إشارة جسب تر دسين إلي وتر دي بإشارة جسين بوسن فليس بكلام ол да калам емес لأنه ليس بلفظ өйткені ол дыбыс болып тұрған жоқ дейді. Енді бұл мысалдар ғана келтіріп тұр, біз бұны әжірмеде талдадық. То что сөйлем болу үшін араб тілінде міндетті түрде бірінші шарты ол лафз болу керек, ауыздан шыққан дыбыс болу керек, одан кейін ол толыққанды мағыналы болу керек. Яғни онымен сөйлеп тұрған адам тоқтай алу керек, тыңдап тұрған адам ары қарай ешнәрсе күтпеу керек. Ары қарай енді уақаллу тилафихи, енді осы кәламның ең кішкентай құрылуы мүмкін болған нәрсесі мин исмайни, екі зат есімнен тұрады. Мысалы зайдун қаим деген сияқты. Ау фи'лин ва исмин, немесе етістік және зат есімнен тұрады дейді. Мысалы қама зайдун деген сияқты дейді. Бұл кісі мәтінде екі-ақ мысал келтірді. Екі есімнен тұрады дейді. Мысалы зайдун қаим деген сияқты. Немесе фи'л мен зат есімнен ғана тұрады деп айтты. Бірақ та шархта уже ашып былай дейді. Шарх суару тәлифил кәләми ситтун дейді. Сөйлемнің құрылатын суреттері бейнесі 6 дейді. Яғни біз оны талдадық. Вазалика лианнаху ятааллафу мин исмайни ау мин фи'лин ва исмин ау мин джумлатайни ау мин фи'лин ва исмайни ау мин фи'лин ва талатати асма ау мин фи'лин ва арбаати асма. Осылай 6 нәрсе дейді. Біріншісі Әмма тилафуху мин исмайн, екі зат есімнен тұратынына келетін болсақ, фалаху арбау суар, оның 4 түрлі бейнесі бар. Ихдаха ан якуна мубтада ва хабар. Біріншісі мубтада және хабар болады. Мысалы, заидун қаим деген сияқты. Мубтада хабар. Екіншісі ан якуна мубтада
وفاعلا سد مسد الخبر. مثلا أقائمني زيدان، قائم деген مبتدا، زيدا فاعل، سد مسد الخبر. وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك. Бұлай деп айтуға болады, өйткені мынау деген сөзіңіз сіздің аяқуму зайдани дегенмен бірдей дейді. Аяқуму зайдани, ақаимуни зайдани екеуі де бірдей. وذلك كلام تام. Бұл толыққанды сөйлем. لا حاجة له إلى شيء. Басқа бір нәрсе бұған уже қажет емес дейді. فكذلك هذا. Мынауда да сондай дейді. Мысалы, мынауымыз біздің толыққанды сөйлем болған сияқты, мынауда да сондай толыққанды сөйлем. Басқа еш нәрсе керек емес. Әрі қарай, الثالثة أن يكون مبتدا ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر. Екіншісі мубтада болады, сосын наибул фаил болады дейді. Мысалы, مضروب زيدان, екі зайд ұрылды ма деген кезде, مضروب مبتدا زيدان فاعل سد مسد الخبر. الرابعة, төртіншісі أن يكون اسم فعل وفاعله. То есть اسم فعل болуы мүмкін, содан кейін оның фаилі болады. Осылай екі сөзден құралады. Мысалы, хайхат ал-ақиқу. Ақиқ дегеніміз, жаңа құрметті бауырлар, қымбат тас деп айтамыз біз. Хайхат ал-ақиқ дегенде жаңа қымбат тас, қайда деп кейде адамдар сөйтіп айтады. Немесе ақиқ деген жердің атауы болуы мүмкін, содан хайхат ал-ақиқ деген бәлен деген жерге жету, қайда деген сияқты. Мынау хайхата деген сөздің негізі міне былай дейді: хайхата исму фи'л ва хуа бимана бауда. Алыстады, алыс болды деген сияқты мағынаны білдіріп тұрады. Бірақ қазақша аударған кезде біз бұны қайда деген сияқты айтамыз, иә? Ал-ақиқ деген қайда деген сияқты, оған жету қайда деген сияқты сондай мағына білдіреді бұл. Ал-ақиқ яғни фаилун бихи. Мынау хайхата исмул фи'л болады, мынау фаил болады дейді. То есть мынау міне екі зат есімнен құрылатын сөйлемдер. Мысалы, әрі қарай ва амма тилафуху мин фи'лин ва исмин. Енді етістік және зат есімнен құралатынына келетін болсақ, фалаху суратан, оның екі түрі бар. Ихдахума, біреуі ан якунал исму фаилан. Зат есім фаил болып келсе, мысалы қаума зайдун деген сияқты. Мынау фи'л, мынау фаил. Уәттәния, екіншісі ан якунал исму наибан анил фаил. Мысалы дуриба зайд, зайд ұрылды деген кезде, мынауымыз біздің наибул фаил. Үшіншісі ва амма тилафуху минал джумлатайни, екі сөйлемнен құралуына келетін болсақ, фалаху суратани айдан, оның да екі бейнесі бар. Ихдахума, біріншісі джумлату шарти вал жаза, шарт және жаза. Мысалы ин қаума зайдун құмту, егер де зайд тұра келсе, құмту, мен де тұрамын дейді. Екіншісі, то есть қараңыздар құрметті бауырлар, мынау шартта міндетті түрде мына джумлату шарт айтылады, міндетті түрде жауап айтылу керек, әйтпесе сөйлем толмай қалады сенің. Егер де зайд тұрса деп тоқтап қалсаң, болмайды сөйлем. Міндетті түрде мынау айтылу керек. Екіншісі джумлата ал-қасами ва жауабуху, ант және оның жауап сөйлемі. Мысалы ухлифу билля, алла мен ант етемін, бірінші сөйлемің ла зайдун қаим, зайд түрегеп тұр деген сияқты. Төртіншісі ва амма тилафуху мин фи'лин ва исмайни, мысалы кана зайдун қаиман деген сияқты. Бір етістік екі зат есімнен тұрады. Міндетті түрде бұл үшеуі қатысу керек. Бұдан біреуін алып тастауға болмайды. Кана зайдун қаиман деген кезде мынауымыз кана, исму кана, хабару кана. Ва амма тилафуху мин фи'лин ва талафати асма, етістік және үш есімнен құралуына келсек, мысалы а'ламту зайдан фадилан, зайдқа зайдтың абзал екендігін білдірдім деген сияқты мағына. Немесе а'тайту зайдан китабан деген сияқты. Және алтыншысы ва амма тилафуху мин фи'лин ва арбаати асма, ол өте аз. А'ламту зайдан амран фадилан деген сияқты мағына. Зайдқа амрдың абзал екендігін білдірдім деген сияқты. Міне осындай, не мына жақта мынадан гөрі бағанағы занна ва ахаватуха мен мысал келтірген жақсырақ болар еді. Занна ва ахаватуха деген. Сосын былай дейді: фахадихи суару тәлиф, міне бұл сөйлемдердің құралу бейнелері осы дейді. Ва ақаллу тилафихи мин исмайни, енді осыны қарайтын болсаңыздар, ең қысқасы екі-ақ зат есімнен тұрғаны. Ау мин фи'лин ва исмин, немесе етістік және зат есімнен тұрғаны ең кішкентай дейді. Кама закарту ва ма саррахту бихи min anna zalika huwa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam дейді. Міне мен жаңа жоғарыда мысал келтіргенімдей, мәтінде айтып кеткенімдей, ең кішкентай сөйлемнің тұруы міне осы дейді. Хуа мурадун нахвиин, наху ғалымдардың айтатыны міне осы дейді. Ва ибарату бa'дихим тухиму аннаху ла якуну илля мин исмайни ау мин фи'лин ва исмин дейді. Ал бірақ та кейбір адамдар осы грамматиканы түсіндірген кезде тухиму, ол жерден түсініледі то, что сөйлемнің осыдан ғана құралады, бұдан басқа болуы мүмкін емес деген сияқты түсініледі дейді. Олай емес дейді. Ең қысқасы зат есім мен зат есімнен, етістік пен зат есімнен тұрады дейді. Бірақ плюс жаңағындай 6 бір бейнесі бар дейді. То, что сөйлемдер міне сондай деген сияқты. Өйткені мысалы құрметті болар, бұл кісі Ибн Хишам не үшін бұны айтып жатыр? Мысалы сіз
мынандай сөйлемді көрген кезде кәна зайдун қаиман деген кезде міндетті түрде үшеуден тұру керек бұл. Одан кішкентай болуы мүмкін емес. Ал енді ең кішкентай сөйлеміміз екі ақ сөзден тұрады деп айтатын болсаңыз, мынау кірмей тұрады да, соған түсіндіңіздер ме? Соны кетіру үшін Ибн Хишам айтып кетіп жатыр. Кейбір сөйлемдер бар дейді, міндетті түрде үшеу қатысу керек ол жақта. Одан кішкентай болуы мүмкін емес дейді. Кейбір сөйлемдер бар, ол жақта тіпті екі сөйлем болу керек. Сол кезде ғана ол сөйлем болады дейді. Сөйтіп мысалдар келтіріп жатыр бізге. Ары қарай мәтінде айтады, фасл Анваул и'раби арба'a. Иғраптың түрлері төртеу. Раф'ун ва насбун фи исмин ва фи'л. Зат исмин етістікте. Наху зайдун яқуму, инна зайдан лан яқума деген сияқты. Сосын ва жаррун фил исм. Зат исмде жар бар, мысалы би зайдин деген кезде. Ва жазмун фи фи'л. Зат етістікте жазм болады. Мысалы лам яқум деген сияқты. فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. немесе بسكون немесе بحذف حركة. мынау мәтін. Содан кейін ол кісі ары қарай былай дейді. Ал-и'рабу, иғраб дегеніміз әсәрун захир ау мұқаддар, көрініп тұратын, жасырын тұратын қандай да бір белгі. Яжлибуху ал-амилу фи ахирил калима дейді. Сөздің соңына оны әкеледі ал-амил, қандай да бір фактор дейді. Мынау анықтамадан гөрі бағанағы біздің ажурмияда өткен анықтаманы жаттап алыңыздар. Тағйир ахуали авахирил калим лихтилафил ауамили дахилати алейха лафзан ва тақдиран бар ғой, соны жаттап алыңыздар, сол жер жетеді. Мына жер керек емес. Ибн Хишамның түсіндірмесі былайша айтқанда кішкене қиындау. Фазахиру, енді көрініп тұратын белгі каллади фи ахири зайд фи қаулика. Зайд деген сөздің соңындағындай дейді. Мысалы, жа зайдун, раайту зайдан, марату би зайдин деген сияқты. Бұны захир харакат дейді. Мұқаддар дегеніміз каллади фи ахири аль-фата. Фата деген сөздің соңындағындай. Мысалы, жа аль-фата, раайту аль-фата, марарту bil-фата деген дейді. فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث. Сіз біріншісінде дамманы, фата дегенде дамманы жасырын қылдыңыз, екіншісінде фатхан жасырын, үшіншісінде кәсіран жасырын қылдыңыз. Неге? لتعذر الحركة فيها. Ол жерде харакаттың көрінуі تعذر мүмкін емес дейді. وذلك المقدر هو الإعراب. Міне сол жердегі сол жасырын тұрған харакат, ол фатадағы сол иғраб деп аталады дейді. Енді иғраб дегеніміз джинсун тахтаху арбаату анва. Оның астарында төрт нәрсе бар дейді. Ар-раф'у ван-насбу вал-жарру вал-жазм. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Енді осы төртеудің өзі ішінде үшке бөлінеді дейді. Фақисмун, біріншісі يشترك فيه الأسماء والأفعال. Зат есімге де етістікке де ортақ бір бөлігі бар. وهو الرفع والنصب. Ол бізде раф және насб. Мысалы, زيد يقوم, міне مرفوع. إن زيدا لن يقوم, منصوب. Міне осыны айтып жатыр. وقسم يختص به الأسماء. Екінші бір түрі бар, ол жақта тек қана зат есімдер ғана кіреді. وهو الجر. Ол жар. Мысалы, марарту бизайдин деп. Етістікке ешқашан кәсіра берілмейді, тек қана зат есімде болады. وقسم يختص به الأفعال. وهو الجزم. Және бір түрі бар, ол тек қана етістіктермен келеді, ол бізде жазм. Мысалы, لم يقم деген сияқты. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. Осы төрт түрдің дейді, то есть насб, болсын раф, жаңағы төртеудің де өзінің белгілері бар дейді. Аламатун. وهي ضربان. Ол екіге бөлінеді. Аламатун усул аслия ва аламатун фуру' фар'ия. فالعلامات الأصول أربعة. أصلي белгілер төртеу. الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة немесе سكون للجزم. Осы төрт белгі бұл асыл. وقد مثلت كلها. бәріне де мысалдар келтірілді. والعلامات الفروع, ал енді фар'i қосымша белгілер келсек, منحصرة في 7 أبواب. Ол 7 тарауға шектелген дейді. 5 في الأسماء, 5 зат есіммен келеді. وَاثْنَانِ فِي الْأَفْحَالِ, екеуі етістіктермен келеді дейді. Бесеу есіммен келеді, екеуі етістікпен келеді дегеннің төменде міне Мұхаммад Мухиддин түсіндіріп айтады. Жаңағы бесеу дегеніміз асмау ситта, мутанна, жам'у заккар талим, жам'у анас салим, исмул лази ла янсариф деген сияқты осы бесеу дейді. Ал етістіктердегі екеу дегеніміз аф'алу хамса и фи'л мудари' му'таллул ахир. Біз бұны жаңа түсіндірмеде талдап өттік, иә. وَسَتَمُرُّ بِكَ هَذِهِ الْأَبْوَابُ مُفَصَّلَةً بَابًا дейді. Алдағы уақытта біз бұның әрбіреуі тарау-тараумен жеке-жеке әрбіреуін тоқтап өтеміз дейді. Енді إِلَّا الْأَسْمَاءَ السِّتَّةِ дейді. Асмау ситтадан басқасы. Өйткені асмау ситта қосалқы белгілермен иғрапталады. Енді асмау ситта ол وَهِيَ أَبُوهُ وَأَخُوهُ وَحَمُوهَا. Міне мынау дұрыс. Осылай беруге. وَحَمُوهَا оның қайнатасы, әйел адамның. وَهَنُوهُ وَفُوهُ وَذُو مَال. Осы 6 сөз.
فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء дейді. Шархта айтады: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل. Асылдан шығып кеткен бірінші бап міне осы. وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة дейді. Mu'talla деген соңында вау, алиф, я деген сияқты харфул илля қосылады деген сөз. Мудафа дегеніміз міндетті түрде бұлар мудаф болу керек деген сияқты. Осы 5-6 сөз. وهي أبوه وأخوه وحموها وحنوه وفوه وذومان. Осы 6 сөз. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة. бұлар дамманың орнына ваумен иғрапталады. تنصب بالالف نيابة عن الفتحة. فتحаның орнына алифпен иғрапталады. وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول сен былай айтасың: جاءني أبوه. маған оның әкесі келді. رأيت أباه. мен оның әкесін көрдім. مررت بأبيه. мен оның әкесінің қасынан өттім. وكذلك القول في الباقي. қалғандар бәрі де осылай дейді. енді وشرط إعراب هذه الأسماء. енді осы сөздердің بالحروف жаңағы әріптермен иғрапталуының шарты ثلاثة أمور. 3 нәрсе дейді. 3 шарт бар дейді. Біріншісі أن تكون مفردة. бұлар барлығы жекеше түрде болу керек. فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا дейді. егер екілік түрде болса, онда олар кәдімгідей екілік түрдегі сөздер сияқты алифпен, ямен иғрапталады дейді. كما تعرب كل تثنية. әрбір екілік түрдегі сөз иғрапталатын сияқты болады дейді. Мысалы, جاءني أبوان деген кезде мынау бізде марфу ва аламат рафи алиф болады дейді. جاءني أبوان. رأيت أبوين. مررت بأبوين деген кезде міне бұлар кәдімгі мусанна сияқты иғрапталады. Мұхаммад Мухиддин сноскамен бізде Құраннан мысалдар келтіріп, ومنه قوله. Құрандағы мынау аятта да тура солай дейді. ورفع أبويه деген кезде мынау екілікпен иғрапталып тұр. يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك дегенде міне мынау екілікпен келіп тұр дейді. Соған мысал келтіріп жатыр. وإن كانت مجموعة جمع تكسير. егер олар جمع تكسير болып жаңағы көп сөздермен келсе, أعربت بالحركات على الأصل. олар харакатпен иғрапталады. جاءني أباؤك. رأيت آباءك. مررت بآبائك деген кезде. сосын Құранда бізде тура солай келгені бар. آباؤكم وأبناؤكم деп келетін. сосын قل إن كان آباؤكم деп келген кезде міне осылай харакатпен иғрапталған. өйткені جمع تكسير болса, кәдімгі харакат болып иғрапталады. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم болып келсе деген сөз. أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا дейді. кәдімгі جمع مذكر سالم сияқты иғрапталады. мысалы جاءني أبونا деген кезде, رأيت أبينا. مررت بأبينا деп келген кезде бұлар кәдімгі جمع مذكر سالم сияқты иғрапталады. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحمو. арабтарда осы 3-ақ сөз ғана جمع مذكر سالم болып қолданылған дейді. Абуна, ахуна, хамуна болып осы 3-ақ сөз ғана қолданған. Арабтарда бұл келген бізде. Мұхаммад Мухиддин мысал келтіріп былай дейді: ومنه قول الشاعر. бір ақынның осылай қолданып мынандай айтқан бір өлеңі бар. فلما تبين أصواتنا بكينا وفدينا بالأبينا. міне بالأبينا деген кезде جمع مذكر سالиммен айтқан дейді. мына сөйлемнің енді жылдам түсіндірмесін айтатын болсақ, әйел адамдар біздің даусымызды естіген кезде ата-анамыз сенің жолыңда құрбан болсын деп осылай жаңағыдай жылап сықтап сөйтіп айтты дейді. сондай мағынада. енді бұл кішкентай ғана өлеңнің несі ғой, бізге керегі мына жер міне абина деп осылай жам музаккар салиммен қолданған, құрметті балалар. Әт-тәни, енді асмау ситтаның осылайдан иғрапталуының екінші шарты олар антакуна мукаббара. олар кішірейтілген формада болмау керек, үлкен формада болу керек дейді. Фалау суғират, егерде олар кішірейтілген формаға түсетін болса, у'рибат бил харакат, харакатпен иғрапталады. мысалы, жаани убайюка, раайту убайяка, марарту би убайика деген кезде бұлар тасғир болғандықтан кәдімгі харакатпен иғрапталады. Үшіншісі, антакуна мудафатан, олар мудаф болу керек, бұл шарт. Фалау канат муфрада, егер олар жеке тұратын болса, غير مضافة أعربت أيضا بالحركات. онда олар кәдімгі харакатпен иғрапталады дейді. мысалы, هذا أب رأيت أبا مررت بأب деген кезде бұлар кәдімгідей иғрапталады. неге? өйткені бұлар мудаф болмай жекеше түрде айтасыздар. төртінші, ومنه قوله, осыған ұқсас Құранда мынандай аят келген, وإن له أبا деген кезде міне жекеше тұрғандықтан осылай мансуб болып фатхамен иғрапталып тұр. له أخ деген кезде тоже самое. ин ясрих фақат сарақа ахун лаху деген кезде тоже самое харакатпен иғрапталған. неге? жекеше тұр өйткені. сол сияқты бізде Құранда бір шаирдің ақынның айтқан өлеңі бар. хия ма каннати, ол менің келінім емес, ва тазуму, бірақ та ол өзі ойлайды,
анни лаха хамун, мен оның қайнатасы деп ойлайды дейді. Сонда мына жақта хамун деп мына жақта тәнвинмен келген. Өйткені бұл идафа болмай тұр. Әрі қарай айтады: "Валихада шарт ал-ахир", шарт. Соңғы мудаф болу керек дегеннің шарттың да шарты бар дейді оның ішінде. Біз оны бағана парақтарды түсіндірген кезде қосып жібердік. Шарты: "Ва хуа ан якуна ал-мудафу илейхи гайра я ал-мутакаллим", я ал-мутакаллимнен басқа сөздерге мудаф болып келу керек дейді. Мухаммад Мухиддин осы жерде түсіндіріп былай дейді: "Хауна шай'ани ухибу ан унаббихака илейхима", мен осы жерде айтып кеткім келіп тұрған екі нәрсе бар дейді. Біріншісі: "Анна калимат зу", то что зу мулазиматун лил идафа. Ол тек қана мудаф болып келеді, ол басқа жалғыз өзге келе алмайды дейді. "Фала тақау фи каламин ма ан такуна мунқати'атан анил идафа", сөйлемнің ішінде ол идафасыз келе алмайды дейді. "Кама яқау фи бақи хадиhi al-асма". Бұдан басқа, зудан басқа сөздер жалғыз келе алады. Абун, ахун деген сияқты. Зу ешқашан жалғыз келе алмайды дейді. Мысалы, ал-абун, ал-аху, ал-хаму деген кезде. وتضاف ذو إلى اسم جنس ظاهر. ذو اسم جنس ظاهرға қосылады деп айттық. Біз бағана айттық, иә. والمراد باسم الجنس ما يقابل الصفة. Яғни уасыфтан қарама-қарсы дейді. Исм джинс дегеніміз уасыфқа қарама-қарсы. Уасыф деген не? Зат пен мағына. Ал исм джинс захир деген не? Не зат, не мағына. Міне соны айтып тұр. فيدخل فيه المصدر. Демек, маздарға зу идафа болып келе алады. Зу фадл деп айта аламыз. Зу илм деп айта аламыз. وأسماء الأعيان кәдімгі бір атаулар оған кіреді дейді. ومثناها екілік түрі олардың кіре алады. وجمعها көпше түрімен келе алады. То есть зудан кейін мысалы зу захаб деп айта аламыз дейді. Кәдімгі заттың атаулары. Зу захаб, зу фидда деп айта аламыз. Зу захабайни, зу фиддатайни деп айта аламыз біз. Иә? ويخرج المشتقات. То есть зудан кейін муштақат келе алмайды дейді. فلا تقول ذو عالم، ذو عالم деп айта алмаймыз. ولا يضاف إلى الضمير. ضميرді да зудан кейін келе алмайды дейді. Аяқта бір ақынның сөзі бар: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه деген кезде адамдардың ішінде фазылдық иесін біле алады кім? ذووه деп мына жақта зу деген сөзге мынада дамир қосып қойған. Бұлай айтылмайды дейді негізі. Бұл дұрыс емес дейді. فإنه شاذ. Бұлай айту дұрыс емес дейді. والأمر الثاني, екіншісі, то есть мына кісі екі нәрсе айтқым келіп тұр деп айтты ғой. Біріншісі, то что зу ылғида идафамен жүреді деп айтты. Идафасы ылғида исму джинс захир болады деп айтты. Міне осы бірінші нәрсе. Екіншісі, анна зу қад тудафу илал алам. Кейде ол атқа, яғни адамның атқа кез келген бір атауға қосылуы мүмкін дейді. Мысалы, ан Аллаху зу бакка деген кезде зу бакка, Меккенің иесі деген сияқты келген дейді. Құрметті бауырлар, мынау екіншісі, бұл өте аз кездеседі, бұған қатты мән бермей қойыңыздар. Атауға идафа болып келеді деген бұл қад тудафу, аз кездеседі. Бар болуы мүмкін, кітаптан бір жерін кездестіресіздер, бірақ өзіңіз өйтіп айтып керек емес. Мысалы, ана зу серікхан, ана зу раяна деп айту керек емес, олай болмайды дейді. Бар, бірақ аз кездеседі дейді. Тек қана мына жеріне мән беріңіздер, осы жер керек бізге. То, что зу идафамен келеді ылғида, және де ол идафасы ылғида исм джинс захир болады. Исм джинс захир деген не екен? Бағана біз айттық. Зат немесе мағына болды. Әрі қарай, فإن كان يا المتكلم, егер де осы сөздерге я المتكلم қосылса, أعربت أيضا بالحركات. Ол кезде де харакатпен иғрапталады. لكنها, бірақ та ол харакат تكون مقدرة, жасырын тұрады. تقول هذا أبي, مررت بأبي, رأيت أبي деген кезде мына жақта бір сөйлем қалып кеткен. Осылай тұрады дейді. فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة. үш жағдайдың үшеуінде де ол соңы кәсіралы болып тұрады. والحركات مقدرة فيه. ал енді харакаттары жасырын тұрады. كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. кез келген яға қосылған зат есімдер сияқты бұларда да тура солай иғрапталады. Мысалы, аби, ва ахи, ва хами, ва гулами деген сияқты бұның бәрі бірдей иғрапталады, құрметті балалар. Мухаммад Мухиддин мына жерде екінші нұсқада былай дейді: الفصيح في استعمال هذه الأسماء مضافة إلى ياء المتكلم أن تأتي بها محذوفة اللامات. Бұл сөздерді қолданған кезде соңындағы мынау абу деген кезде мынау соңғы вау бар ғой, соны құлатып айтады дейді. Дұрысырағы сол дейді. Аби, ахи деп айтамыз дейді. Фатақулу абун ахун хамун ثم تضيفها إلى ياء المتكلم فتقول أبي أخي حمي дейді. Осы айту дұрысырақ дейді. قال الله تعالى إن هذا أخي деп міне осы айтқан дейді. Мынау дұрыс қолдану осы дейді. Соңында вауды айтпай дейді. وقد أتى بها بعض شعراء العرب. Арабтардың кейбір ақындары بعد أن رد لامها المحذوفة, құлап жатқан соңындағы вауды қайтарып әкелген дейді. وأصلها الواو ثم لما أضافها للياء قلب الواو ياء дейді. Одан кейін яны қосқан кезде, менің дегенде, вау мен яны бір-біріне қосып жіберіп,
lijtima'il waw wal ya fi kalimatil wahida, waw мен я бір сөзде бірігеді, وسبق إحداهما بالسكون, біріншісі сукунды болды, وأدغمها في ياء المتكلم, сөйтіп оны екінші яға қосып жіберген дейді. Сөйтіп қолданған дейді кейбір арабтар, сөйтіп олар былай айтқан дейді, фала ва абия деп айтқан дейді. Абия. Мына жерге айтқысы айтқан нәрсе мынау, құрметті болар, міне. Абу деген сөз дейді. Сосын бар бұған яны қосқан дейді. Сөйтіп абуи деген сөз шыққан. Сөйтіп мынаған мен мынаны екеуін бір-біріне қосып жіберіп, абия болып кеткен дейді. Абия деген сөз менің әкем деген сияқты. Осылай. То есть кейбір ақындар осылай айтқан дейді. Соны айтып жатыр Мұхаммад Мұхиддин. Түсіндіңіздер ғой? Мына жерде енді қатты маңызды емес, біліңіздер, то что кейбір арабтар осылай айтқан. Менің деп айтқан кезде абия, ахия деп, хамия деп осылай айтқан дейді. Бірақ та дұрысырағы просто аби, ахи, хами деп айту дұрыс дейді. Енді әрі қарай ابن هشام айтады: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة. Мен енді мәтінде бұл шарттардың бәрін айтып жатқан жоқпын, өйткені мен лафасту биха, мен оны айтып кеттім, муфрадатан мукаббара, жекеше түрде үлкейтілген формада, кәдімгідей мудафатан иля гойри ал мутакаллим, я ал мутакаллимға қосылмаған идафалық түрде мен айтып кеттім дейді мәтінде. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін айтады, мен шарттардың мәтінде айтқан жоқпын, өйткені мен оны міне үлкен күйде, жекеше күйде, үлкен түрде және де мудаф күйінде айтып кеттім. Абуху, ахуху деп айтып кетті ғой, міне соны айтып жатыр. Сол үшін мен оны айтқан жоқпын. Ва иннама қульту ва хамуха. Сондай-ақ мен хамуха деп айттым. Ва адафтул хама иля дамирил муаннас. Әйел тегінің дамиріне қосып айттым. Ли убаййина аннал хам aqaribu заужил мар'a. Өйткені хам дегеніміз дейді, әйел адамның күйеуінің туысқандары. То есть қайналары, қайнатасы, соларды айтады. Кәбихи ва аммихи ва ибн аммихи деген сияқты бұл әйел адамның күйеуінің туысқандары дейді. Әкесі деген сияқты. Ала аннаху руббама утлиқа ала aqaribi заужа. Ал кейде ол әйелдің де туысқандары болуы мүмкін. Сол кезде еркекке ол хаму болуы мүмкін дейді. Соны айтады. Бірақ бұл аз. Дұрысырағы то, что мынау хам деген сөз бұл қайын, именно әйел адамға қатысты айтылады. Әйел адамның күйеуінің туысқандары хам болады. Ал-хан деген сөзге келсек, қила исмун юкна бихи ан асмаил ажнас. Кәдімгі бір атауды білдіретін бір сөз болуы мүмкін дегенде көзқарас бар. Мысалы, раджул фарас деген сияқты. Ва гайри залика. Ва қила тағы да бір хан деген сөздің түсіндірмесінде амма юстақбаху тасриху бихи. Оны бүйтіп айтуға болмайтын ұятты сөздер дейді. Ва қила ан аль-фарж. То есть кейде бұл ұятты жер, әуретті жер деген сияқты мағыналар беруі мүмкін дейді. Жалпы бұл хан деген сөзді сіздер сөйтіп жаттап алсаңыздар болады. Күллу ма юстақбаху зикруху. Айтуға ауыз бармайтын, ұялатын кез келген жаман нәрсе болып общем, соны хан деп атайды. Енді Мұхаммад Мұхиддин мына жерде түсіндіріп былай дейді: Бақия анна лил араби фи араби хадил асма лугатайни ухрайин. Арабтарда осы сөздерді иғраптаудың тағы да екі бір тілі бар. Екі түрлі арабтар сөйлейді дейді. Ихдахума тусамма лугатал қаср, біреуі лугатал қаср деп аталады. Ва хия ан талзамаха ал-алифу фил ахвали саласа. Үш кездің үшеуінде де бәрінің соңына алиф бересіз. Сөйтіп жаа абака, раайту абака, марату би абака деп айтасыз. Ва тhaniyatuhuma екіншісі ан ту'раба бил харакати саласа. Үшеуінде де харакатпен иғрапталады. Бұны лугатун нақс деп атайды. лугатун нақс дейді. Мысалы, жаа абука, раайту абака, марату би абика дейді. Ва тусамма хадихи лугатун нақс. Бұл лугатун нақс деп аталады. Тусамма хадихи лугатун нақс. Сосын Ибн Хишам әрі былай дейді: Вал афсаху исти'малул хани ка гад дейді. Хан деген сөз гад деген сөз сияқты қолданады дейді. Сол афсах дейді міне. Афсах дұрысырағы сол дейді. Сол себепті бұны асмаул ситтаға жатқызудың қажеті жоқ. Ида истамал хану гайра мудафин кана бил ижма'i манқусан. Егер де бұл хан деген сөзіміз мудаф болмай өзі жалғыз қолданатын болса, бил ижма' манқус, ол барлығы нелер ғалымдар арабтар келіскен, то что ол кәдімгідей манқус, яғни соңына вау қосылмай кәдімгідей хан деп қолданылады дейді. Жалғыз өзі тұрса хан. Мысалы, ай махзуф ал-лами му'рабан бил харакати касаири ахаватихи. Өзіне ұқсас екі әріптен тұратын сөздер сияқты кәдімгідей харакатпен иғрапталып кете береді дейді. Тақулу сен хаза ханун раайту ханан марарту биханин деп айтасың. Егер хан деген сөз жалғыз өзі тұрса дейді. Кама тақулу ю'джибуни гадун ва асуму гадан ва i'такафту фи гадин деп айтқан сияқты. Ертеңгі күн мені қуантады, асуму гадан деген сөз ертең мен ораза ұстаймын,
i'takaf емес, a'такифу фи ғадин болу керек. Ертең мен i'тикаф жасаймын деген сияқты. A'такифу. Өйткені сен ертең мен i'тикаф жасадым деп айтпаймыз ғой біз. Мынау келер шақ, мынау өткен шақ болмайды. A'такифу фи ғадин деген сияқты. Ибн Хишам Мухаммад Мухиддин осы нәрсені түсіндіріп кетіп жатыр, бізге астына былай дейді. Кәда осылай деп келген дейді. Валайса хаза тамсиру бил мустақим, бірақ та бұл мысал дұрыс емес. Уаддақиқу, дұрысырағы ан тақула а'такифу фи ғадин бифи'л мудари'. Фи'л мудари'тен айтуың керексің. Лианнаху хуа салиху лил мустақбал. Өйткені келер шақта білдіретін бізде сол дейді. Сосын Ибн Хишам әрі қарай айтады. Ва иза исту'мила мудафан, ал егер де сен жаңағы хан деген сөзді мудафпен айтатын болсаң, хануху деген сияқты сөйтіп мудафпен келтіретін болсаң, фа жумхурул араб, арабтардың басым көпшілігі тастамилуху кадалика. Арабтардың басым көпшілігі тура осы жекеше түрде тұрған сияқты қылып кәдімгідей қолданады дейді. Фатақул, сөйтіп арабтардың басым көпшілігі былай айтады дейді. Жаа ханука, раайту ханака, марарту би ханика деп айтады дейді. Кама яфалуна фи ғадика, ва ба'духум юджрихи мужра абин ва ах дейді. Ал кейбіреулері абун ахун деген сияқты сол сөздер сияқты қолданады дейді. Фаюрибуху бил хуруфи талата, сөйтіп үш әріппен иғраптайды дейді. Сөйтіп фаяқулу хада ханука, раайту ханака, марарту би ханика, ва хия луғатун қалила. Бірақ та бұлай айту аз дейді. Закараха Сибауейхи. Сибауейхи бұл сөзді келтірген. Осы айтатын арабтар бар екендігін. Валам яттали алейхал фарра вала заджаджи. Фарра мен заджаджи бұл тіл бар екендігін білмеген дейді. То есть лам яттали деген сөз оқымаған, көрмеген дейді. Фа асқатаху мин иддати хадихил асма. Сол себепті бұл фарра мен заджаджи хан деген сөзді асқатаху, оны құлап тастаған дейді. Мин иддати хадихил асма. Осы бес есімнің ішіне қолданбай, жаңағы санаудың ішіне қоспай тастап кеткен дейді. Ва аддаха хамса. Сөйтіп олар бес есім деп атаған дейді. Енді Сибауейхи айтты осындай тіл бар екендігін. Фарра мен заджаджи бұны осындай тіл бар екенін білмеген дейді. Бірақ та Сибауейхи айтты бұндай тіл бар дегенмен қатар біз бәрібір айтамыз асмаул хамса деп айтып қалдыра береміз. Неге? Өйткені жумхурул араб, жумхурул араб, арабтардың басым көпшілігі тастамилуху кадалика дейді. Ол мынау кәдімгі хан жекеше түрде тұрған сияқты қылдырып, соңына ешқандай әріп қоспай кәдімгі қолданады дейді. Енді жумхурлы араб қалай сөйлесе, біз солай сөйлеуіміз керек. Сол себепті біз жаа ханука, раайту ханака, марату би ханика деп айтуымыз керек. Ал енді сен жаа ханука, раайту ханака, марату би ханика деп бүйтіп қолданатын болсаң, сен аз тілде сөйлеп жатқан болып табыласың. Өйткені міне луғатун қалила деп айтты. Өйткені сен арабтардың басым көпшілігі олай сөйлемеген. Сол себепті дұрысырағы хан деген сөзді біз асмаул хамсаға жатқызбағанымыз дұрысырақ. Хотя білеміз, что кейбір арабтар солай сөйлеген. Сол себепті енді біз қазір бастауыш деңгейде болғандықтан, құрметті бауырлар, біз осындай бар екен, иә деген сияқты біліп жүруіміз керек. Бірақ та біз қолданған кезде асмаул хамса деп жаттауымыз керек, солай қалдыруымыз керек. Міне, құрметті бауырлар, осымен біз енді тоқтайық. Келесі сабақта Алла қаласа біз мусанна сөйтіп ары қарай жаңағыдай фар'i иғраппен иғрапталатын сөздерді аламыз. Содан кейін иншалла ары қарай сабақтарымыз өрби береді. Енді байқаған болсаңыздар, бұл уже әжірмеде өтілген мәселелердің барлығы қайттан қайталанып жатыр. Сол себепті ары қарай иншалла жеңіл болады. Кішкене кейбір тұстарда бейде қосымша болмаса, былай жалпы уже ары қарай түсінікті болады. Хада валлаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.